Қайырлы күн, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің онлайн баспасөз мәслихатын бастаймыз. Добрый день, мы начинаем онлайн брифинг с пресс-центра акимата города Нұр-Сұлтан. Баспасөз конференциясы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу тақырыбына арналады. Тема сегодняшнего брифинга – профилактика бытового насилия. Бүгінгі брифингтің спикермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Арман Айтмағамбетов. Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлінісінің жетекшісі Гүлмира Шрахметова. Алдымен сөз кезегі Арман Жексенбайұлы өзіңізге беріледі. Рахмет, қайырлы күн, құрметті брифинг қатысушылары. На сегодня профилактика бытовых преступлений остается одной из основных задач органов внутренних дел. Принимаются все законодательные рычаги воздействия в отношении семейных дебоширов и агрессоров. Несмотря на принимаемые меры, уровень семейно-бытовой преступности растет на протяжении последних 3 лет. При этом главной причиной бытовых конфликтов остается пьянство. Нами в этой части принимаются превентивные меры профилактики. Это пресечение фактов нарушения реализации алкогольной продукции в ночное время, нахождение в общественных местах в состоянии опьянения. Это важный профилактический рычаг воздействия на сознание бытовых дебоширов, особенно когда сохраняется риск совершения ими нового насилия. В качестве усиления профилактики, помимо посещения по месту жительства, внедрена дистанционная проверка лиц, склонных к совершению бытовых правонарушений через видеозвонки социальных мессенджеров. Это позволяет без посещения визуально наблюдать и оценивать ситуацию в жилище с принятием исчерпывающих мер. Также в целях усиления профилактики нами активизирована работа с подучетным контингентом. Продолжаем работу по направлению на принудительное лечение от алкоголизма и наркозависимости. Шире привлекаем КСК и жителей к пресечению фактов бытового насилия. Усилен контроль за отработкой участковыми повторных вызовов по семейным скандалам. Однако решение проблем бытового насилия помимо полиции напрямую зависит от активности других заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций. Этот вывод основан на опросах жертв бытового насилия и на результатах анализа уголовных административных правонарушений в сфере быта. Женщины зачастую терпят побои и издевательства до последнего, скрывают это от полиции, пытаясь самостоятельно перевоспитывать, повлиять на супруга или сожителя. На это уходят недели, месяцы и нередко заканчиваются трагически, страдают дети. Есть случаи у нас по району Есиль, когда женщина, видя очевидные следы побоев у 4-летней дочери, не сообщала об этом в полицию, отдавая предпочтение пояснениям сожителя о случайном травмировании ребенка. Более того, она продолжала оставлять дочь с сожителем, уходя на работу. Сейчас мужчина осужден за истязание этой несовершеннолетней девочки по статье 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этой части нами реализуются мероприятия по защите прав потерпевших с вовлечением неправительственных организаций. В столице оказывается психологическая помощь, юридическая поддержка. В кризисные центры в текущем году помещены более 50 женщин и около 100 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведена коррекционная работа. Здесь важно шире пропагандировать населению о существовании организаций, оказывающих помощь лицам, страдающим от насилия, предусмотреть увеличение кризисных центров, числа неправительственных организаций по работе с женщинами и детьми с учетом стабильного роста численности населения города. Население должно знать, что есть такие социальные службы или организации, способные обеспечить жизненно важную поддержку в сложных ситуациях. Есть еще одна проблема, требующая решения – это проведение работы с агрессорами и семейными дебоширами, психологической коррекции их поведения. В этих целях нами на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, состоявшейся 9 апреля текущего года, предложено предусмотреть открытие специализированных коррекционных центров работы с агрессорами с выработкой алгоритмов взаимодействия. Подводя итоги, отмечу, сейчас наша общая задача планомерно организовать работу по обеспечению защиты женщин и детей от бытового насилия. Рахмет. Рахмет, келесі сөз кезегі Гүлмира Тілеуғалиқызы өзіңізге беріледі. Рахмет, қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Әйелдердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелері мемлекет басшысының бақылауында және ол Қазақстан халқына жолдауында да атап көрсетілді. 5 айдың қорытындысы бойынша қылмыстарды төмендеуін байқап отырмыз 37,1%. Іс жүзінде барлық түрлердің, соның ішінде қылмыстардың төмендеуі, олардың ашылуы жақсарды.
Алдын алу жұмыстарын күшейту нәтижесінде мас күйінде 37,7%-ға, адамдар тобында 36,4%-ға қылмыстар аз жасалды. Былтырғы мерзіммен салыстырғанда. 10 мың тұрғынға шаққанда қылмыс деңгейі 40,2%-ға төмендеді. Пандемия жағдайында халықтың өмір салты түбегейлі өзгергенін барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Әлеуметтік байланыстардың төмендеуі, қаржылық жағдайдың нашарлауы, адамдардың психологиялық жағдайына тері әсер етпей қоймады. Ішу аясында соның ішінде нашақорлыққа немесе маскүнемдікке салынып, отбасылық және тұлға аралық қақтығыстар туындай берді. Біз есепке алатын контингентпен, соның ішінде атап өтсем, маскүнемдер 1081 адам, нашақорлар 400, отбасылық жанжалқойлар 3388 адамдар профилактикасына назар аударылды. Алкоголизмнен 183 адам, нашақорлықтан 72 адам есепке алынып, осы бағытта жұмыстар оңтайландырылды. Тұрмыстық құқық бұзушылықтар үшін 849 адам жауапкершілікке тартылды. Жәбірленушілерді қорғау үшін 3388 қорғау нұсқамасы шығарылды. Қазақстан Республикасының тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасының 20 бабына сәйкес 30 тәулікке шейін қорғау нұсқамасы шығарылады. Осы тұрғыда атап өткім келетіні, көптеген әйел адамдар, балалар қорғау нұсқамасының бар екендігін бірі білсе, бірі біле бермейді. Жалпы сіз отбасы тұрмыстық салада құқық бұзушылыққа тап болсаңыз, немесе оның куәгері болсаңыз, дереу түрде 102 каналына қоңырау шалып, қорғау нұсқамасын шығарып беруге ұсыныс білдіре аласыз. Осы тұрғыдан атап өтіп айтқым келетіні, қаламыздағы дағдарыс орталықтарының бар екені, соның ішінде сол дағдарыс орталықтарында 6 айға шейінгі мерзімде әйел адам болсын, немесе оның балалары болсын, тегін түрде, еш ақысыз, халықаралық стандарттарға жабдықталып жасалған дағдарыс орталықтарының қызметтерін ала алады. Бүгінгі таңда осы 5 айдың қорытындысы бойынша 50-ден астам әйел, 100-ден астам бала осы дағдарыс орталықтарының қызметтерін алуда. Қорғау нұсқамаларын талаптарын бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 461 бабы бойынша 152 адам, яғни отбасылық жанжалқойлар жауапкершілікке тартылды. Отбасылық жанжалдар бойынша 102 арнасына келіп түскен қоңырауларды пысықтау оңтайлы жолға қойылды. Жыл басынан бері біздің Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментімен кешкілік учаскелік полиция инспекторларының кезекшілігі жүзеге асады. Яғни бұл дегеніңіз 102 каналына келіп түскен қоңырауға тікелей учаскелік полиция инспекторы барып, процессуалды шешім шығарып, сол жағдайды құқықтық баға беруге атсалысады. Осы тұрғыдан отбасылық тұрмыстық жағдайда жұмыс істеуді үкіметтік емес ұйымдармен де жасауды дұрыс жолға қойдық. Ағымдағы жылда 67 адам үкіметтік емес ұйымдардың, соның ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандары болған, немесе тұрмыстық зорлық-зомбылықтан залал көрген адамдарға психологиялық, сонымен қатар құқықтық көмектер көрсетілді. Ерекше атап өтетінім рухани қоғам әлемі үкіметтік емес ұйымы, қорғау астана үкіметтік емес ұйымдары бізге бұл тұрғыдан жақсы көмек көрсетіп отыр. Сонымен қатар қаламызда 50-ден астам үкіметтік емес ұйымдармен меморандумдар жасалған. Осы отбасы тұрмыстық саладағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға, болдырмауға, болған жағдайда оны дұрыс шешуге бағытталған кешенді жұмыстар жасалуда. Анықтама ретінде айта кетейін,
қорғау нұсқамасы шығарылғаннан кейін жалпы қорғау нұсқамасын бұзған жағдайда сотпен агрессордың, жанжалқойдың мінез құлқына ерекше талаптар қойылады. Енді осы ерекше талап ағымдағы жылдың 5 айы бойынша 203 адамға ерекше талап қойды. Яғни оның ішінде 160 адамға алкогольдік ішімдік ішуге тыйым салынды. Енді осы мінез құлқына ерекше талап қойылған сотпен жағдайда 203 адамды қазіргі таңда жауапкершілікке тартып отырмыз. Енді қысқаша тағы да бір статистиканы келтіре кетейін. Отбасы тұрмыстық саладағы көбінесе құқық бұзушылықтар әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады. Әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Соның ішінде осы кодекстің 73-ші бабы отбасы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша 850-ден астам адам жауапкершілікке тартылды. Қасақана денсаулыққа жеңіл зиян келтіру бабы бойынша 73 прим 1 бабы бойынша 340-тан адам жауапкершілікке тартылды. Ал ұрып соғу бабы бойынша 73 прим 2 бап 120-дан астам адам жауапкершілікке тартылды. Жалпы осы бүгінгі эфирді пайдалана отырып, кез келген жағдайда адамның құқықтары басты екендігін жадымыздан шығармауымыз керек. Ол мейлі бала болсын, мейлі әйел адам болсын, оған қатысты қандай да бір құқық бұзушылық орын алып жатса, не сіз оның куәгері болсаңыз, дереу түрде 102 каналына қоңырау шалып, осы болған жағдайда толық қандай айтуыңызға болады. Бәлкім сіздің қоңырауыңыз сол адамның өміріне, денсаулығына араша түсуі мүмкін. Жалпы қаламызда белсенді қоғамдық белсенділік бар. Біздің қаламыздағы Нұр-Сұлтан қаласындағы полиция департаментінде әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының сенім телефоны 71-60-63. Осы нөмірге хабарласып, көршілерде бала жылап жатыр, немесе түнгі жағдайда ұрыс керіс болды дегенде ақпараттар бізге келіп тұрады. Бұның барлығы тексеріледі, тиісті шешімдер қабылданып жатыр. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, енді келіп түскен сұрақтарға кезек берейік. Алдымен алғашқы сұрақ. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша Қазақстанда жылына 400-ге жуық әйел тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қайтыс болады. Сол сияқты Елорда қаласы бойынша да жыл сайын қанша адам тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болатыны жөнінде статистика бар ма? Жалпы енді жаңағы Біріккен ұлттар ұйымы бойынша 400 деген сан ресми түрде емес, бұл ғаламторда көрсетілген дерек. Бұл бойынша бізде де өзіміздің талдау жұмыстарымыз ұсынген орталықтандырылған бас прокуратураның базасына сүйеніп, сол бойынша жасаймыз. Мен енді жалпы ел бойынша айта алмаймын, бірақ Нұр-Сұлтан қаласы бойынша айтайын. Осы бүгінгі күнге шейін отбасылы тұрмыстық салада екі әйел адамның өліміне әкелген жағдай орын алды. Бірінші жағдайда екеуінің бірігіп ішімдік ішуінің кесірінен орын алды. Екінші жағдайда жолдасының әйелін қызғану себептерінен әйел адамның өліміне әкелген жағдай болды. Жыл басынан бері қарай бізде екі жағдай. Жауабыңызға рахмет. Следующий вопрос. Сейчас идет проработка закона о бытовом насилии. До его подписания, то есть на сегодня, какие есть меры воздействия на домашних тиранов? Законодательством к семейным дебоширам предусмотрены следующие меры индивидуальной профилактики. Это, во-первых, у нас профилактическую беседу мы проводим, доставляем в органы внутренних дел, выносим защитные предписания, также подвергаем домашних тиранов это административному задержанию. Принудительные меры это медицинского характера, если страдает алкоголизмом, наркоманией. Также устанавливаем особые требования поведения. Если неоднократно уже, как говорится, допускает такие, то выносим особые требования к поведению. И помимо этого, последнее это административное взыскание. Все эти полностью меры мы проводим через суд, специализированный межрайонный административный суд. Спасибо за ответ.
Бізге келіп түскен сұрақтар легі осы. Олай болса, біз өзіміздің онлайн баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Спасибо за внимание. Мы на этом завершаем наш онлайн брифинг. Амандықта жүздескенше.